Жаңа сіз бір сөзіңізде істі болдым деген мәселе айтылып қалды. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы оқиға орын алды. Осыны өзіңіздің аузыңызбен айтып берсеңіз, қандай оқиға болды? Алматы облысының әкімінің орынбасарымен қателеспесем бір қақтығыстар болды, яғни жұмыс орнында бір сондай түсініспеушіліктер болды. Ол қандай оқиға? Сіз ол оқиғаны ақталып шықтыңыз ба? Бір баяндап берсеңіз. Жаңағы енді бүгін оған күліп қарайсың, әрине өтіп кеткеннен кейін, бірақ ол біздің енді жанұямда бір үлкен не болды. Сол төбелес мына малдың жүні үшін болған рас па? Рас. Ол төбелес менің осы кооперация жұмыс үшін болған. Қалай болды? Мен 1 апрельде мемлекеттік қызметтен Талдықорған қаласының әкімінің кеңесшісі позициясынан 1 апрельде ресми барлығына, құрметті әріптестер, барлықтарыңызға рахмет, мен кеттім дегенде бәрі шу ете қалды. Сен қайда кеттің? Мен айттым, мен қой бағуға кетіп бара жатырмын десем. Да, ну не может быть, сен қусың, сен бір жерден ертең бастық болып шығасың, мен ала кетші деп біреулер қалжыңдайды жаңағы. Сөйтіп ешкім сенген жоқ. Бірақ рас, мен өзім көзім жетті кооперация дамитынына, менің өзім көзім жетті мал шаруашылығы болашағы болуына. Bir жағы мемлекеттік қызметтен де шаршайсың, 1 жылдың өзіне зорға шыдайсың. Мен өзім 1 жылдың өзінде зорға шыдаймын, өйткені еркіндікке үйренген адам ғой. Содан жаңағы жұмысымды тапсырып шықтым. Бұл 1 сәуір болған. Сол басқа кооперативтарымды құрып, өзім жұмысымды жасап жүргем. Содан қателеспесем 15-ші ме 17-ші июньда маған бір құжатқа қол қою керек болды. Май кезінде менің кооперативімдегі шопандар барлығы қойдың жүнін қырқат. Сол жүнді аламыз да Шымкент Пош деген жаңағы заводқа өткіземіз. Сіз ол кезде Алматы облыс әкімінің кеңесшісі? Жоқ, мен уже мемлекеттік қызметтен кеттім. Мемлекеттік қызметтен кеттім. Содан Талдықорған қаласының әкімдігіне жаңағы құжатымды тапсырам. Жаңағы қателеспесем 27 адамның, 18 адамның субсидиясы 7 миллион теңге. Былай қарасаң, бәлендей крупный да сумма емес, бір средний сумма. Но 18 адам бөлгенде жағы түкті емес. Солардың құжаттарын алып рәсімдеп тапсырам. Бұл әкімшіліктен шықпайды, менің құжатым. Бұл қайда? Соң әкімге барам, енді менің бастығым ғой бұрынғы. Сөйтсем, ол кісі денсаулығына байланысты ауырып қапты. Кім қазір? Міндетін атқарушы Бәленбай деген отыр. Әгі мен бұрынғы әріптесім. Осы қалаға келгенде әгіні дәм таттырып, қонақ қылып, сен қалаға келіп атсың деп бірнеше рет дастархандас болып, енді сіз бізде сыйласып жүрген азамат болған. Содан әгіні сол құжаттарымды ұстап отырған сол екен. Соң әкісіге бардым, осылай дұрысталған мен құжатым. Содан ана кісінің сол жерде маған сөзі ұнамағаны. Біріншіден өзінің поведениясы, ол мемлекеттік қызметтің этикасына жатпайды. Осылай креслосында отырды, аяғын столдың үстіне салды. Жарайды, мені танып тұрып салса, енді мен мүмкін түсінер едім, но бірақ жаңағыдай екі аяқты көтеріп пренебрежительно сөйлескенге ойланып қалдым. Одан кейін құжатты алып, мына құжатқа ма мен қол қоймаймын деп арға лақтырып жіберді. Тут большие деньги, бәлен түген. Мен түсінбеймін, сен сонда не бірдеңе талап етіп отырсың ба десем. Енді сөзден сөз, соны ұстаса кетті. Содан кейін мен онда сен елдің ақшасын дәметіп отырсаң, онда мен сені ұшықтайын дедім. Алдым да ұшықтадым, оны бүкіл елге аян. Содан ол мен сыртынан арыз жазды, жүгінді. Енді ол билікте отырғаннан кейін әрине оныкі дұрыс болады. Қызмет бабында. Қызмет бабында. Енді бұл Қазақстан тарихында тұңғыш рет шығар. Әкімнің кабинетінде өзін ұшықтаған. Сөйтіп ұшықтап шықтым, бірақ мен ол үшін өкінбеймін. Ол үшін мен мойныма жазаланған жазаны толық ақтап шықтым. Өтеп шықтым, өтеп шықтым. Мен бүгінгі дейін оған өкінбеймін. Мен өзімнің ар-намысымды таптатқан жоқпын. Менің кооперативтарындағы елдердің намысын таптатқан жоқпын. Мен бір жағы солар үшін де осы әрекетке бардым. Бірақ Құдайға шүкір, содан кейін бірде-біреу маған жаңағы анандай әңгіме айтқан жоқ. Міне 3-4 жыл болды ғой. Бәрі заң аясында міне құжаттарымды рәсімдеп береді. Мен әлі де есептеймін, ол айып теріс айып, дұрыс емес. Бірақ билікте отырғаннан кейін ол барлық күш әрекетін жасады. Мен толық өзімнің немді өтеп шықтым.